Сәлем достар, бүгін біз WhatsApp-тан бір қызға пранк жасайтын боламыз. Өте қызықты болады деген ойдамын. Олай болса, кеттік достар. Және мен бір қыздың нөмірін тауып алған болатынмын, және соған жазамын. Есімі Ағажан екен. Дәкс жазайық. Сәлем. Қалайсың? Звондап отыр достар, прикинь, маған звондап отыр. Ема достар. Қалайсың? Мен сенің номеріңді бір бала берді. Өте әдемі екенсің. Жұмбақ жан деп қояйық. Маған ұнап қалдым. Да, көрейік. Не дейді екен? Рахмет дейді, прикинь. Ай. Оқасы жоқ дейік. Атымды, өтірік атымды айта салайын. Негізі шын атым, есімім Ұлан. Мен бұған Жандос дей салайын. Танысайық деп қойын. Танысып. Мен негізінде достар 7-ші сынып оқимын. Бірақ мен оған 6 оқимын деп жазам. 12 деймін деп жазам. Он екі деймін. Так, не дейді екен, маған сынып баратыр достар, прикинь. Мен Семейде тұрамын, бірақ мен оған Өскемен деп жазам. Мен 21-ші мектепте оқимын, бірақ оған 4-ші мектеп деп жазамын. Дейді, неге? Деп сұрап көрейік достар. Мынау ең сынып баратты ғой, е-мое. Қазір не істейді екен? Маған болмайды қойып, прикинь. Көрейік не істейді екен достар, прикинь. Е-мое, қазір осы видеоны өзіне көрсетем ғой. Бұл мені кім екенімді білмейді негізінде. Бір мектепте оқимыз, бірақ ол менен кішкентай. Бұл негізі Семейде тұрады, бұл маған өтірік айтып жатыр достар. Қазір мен оған жазам. Алматыда тұрам дейма. Бәрібір ғой деп жазайын. Так, скейшер деп жазайын. Достар, осымен бұл қыздың біз мазасын алмай қоямыз ғой деймін. Себебі бұл қызда сабақ және де БЖБ жазып жатыр. Жарайды, сау болыңыздар достар, қызықты болды деген ойдамын.